Фолий қышқылы және жүктілік. Фолий қышқылы немесе F9 дәрумені сіздің және балаңыздың денсаулығы үшін өте маңызды. Ол ұрықтың жүйке түтігінің дұрыс дамуына көмектеседі. Бұл баланың миы мен жұлынның қалыптасуына әсер етеді. Фолий қышқылының жетіспеуі ұрықта жүйке түтігінің ақауларына әкелуі мүмкін. Бұл ақаулардың алдын алу үшін фолий қышқылын жеткілікті мөлшерде қабылдау қажет. Сондықтан жүктілікті жоспарлау кезінде фолий қышқылына ерекше назар аударыңыз. Дәрігерлер жүкті болуды жоспарлап жүрген әйелдерге күніне 400-800 мк фолий қышқылын қабылдауды ұсынады. Жүктілік басталғаннан кейін де алғашқы 12 аптаға дейін қабылдауды жалғастырыңыз. Дәрігеріңізбен кеңесіп, сізге қанша мөлшер қажет екенін анықтаңыз. Фолий қышқылы сау жүктіліктің маңызды бөлігі. Жүктілікті жоспарлап жүрсеңіз, фолий қышқылын қабылдауды бастаңыз. Бұл сіздің және балаңыздың денсаулығы үшін жасалатын маңызды қадам.